Мына қаншайым отырсын қараңыздар. Бізде ертең ауызашар. Мен азанда базарға кеткем, базарлық қылуға. Бұларға айтып кеттім, ертең қонақ күтеміз, ауызашар болады деп. Ниет жинауымыз керек, шашпаңдар, жинаңдар деп айтып кеткенмін. Мына жақта телевизор, мына жақта жай салып жатып, ниетті ішкен ғой, тамақ жеген. Мына қаншайым жүрсін қараңыздар, ұялмастан. Мына жақта қараңыздар. Мен ертең осы бөлмеге қонақ күтем. Сөйтсем, мына қызын жатсын қараңыздар. Жатыр. Мен базарға кеткем, обед уақытысы болып, қазір келсем, осындай бардақ қылып отыр ғой алар. Маған бір әкейін дайындап қойған сияқты ал бөлмені. Жинасын деп. Тез жинастыр, бөлмені жина бірінші, кейін ақ жинайсыздар. Ал достар, мынандай бардақ. Мен қазір ертең қонақ күтуге дайындалуым керек. Қазір бірінші атамыз жұмыстан келді, сұранып келді бүгін. Атамыз бар, ар жақта папалары бар. Мен соларға обед дайындаймын. Обедтерін беріп болған соң, ар жақтың бәрін үйде жинастырып, стол дайындап, дастархан салып қоюым керек бүгінге дайындап. Неге десеңіздер, ертең мен бір өзім, маған көмектесетін адам жоқ. Сол себепті бүгін уборканы бастаймын. Қазір обед беріп болған соң, мына балаусан жатсын қараңыздар, достар. Қыздар, сіздер де осындайсыздар ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Барлық жағын бардағын шашқан ғой. Басқа бөлмелерді айтпай қояйын. Ал сонымен осындай, мен қазір обед беріп болған соң, әкелген заттарын мүмкін көрсететін шығармын. Әлі толық заттарды алып келмедім. Қаншайым кім шашты мына жақтың бәрін? Кім шашты? Мен не деп кеттім? Жинап қойыңдар деп кеттім ба? Бәрін көрсетіп тұр ғой, не балаусаны, бағжанды, арны бәрін көрсетіп. Бәрі жабылып шашқан мына жақта. Арнұр шашыпты, балауса шашыпты, бағжан шашыпты, бірақ бізде айым шашпапты. Я? Қазір. Мен азанына кеткеннен енді келіп отырмын. Общий продукт қып келдік. Сөйтіп, осындай әңгіме, қазір мына жердің бәрін қазір полный балауса екеуміз жинап шығамыз. Сосын ар жақтағы бөлмені уборка қыламыз. Сөйтіп сондай, қазір бәрін барынша көрсетуге тырысамын, себебі үйде адам көп. Көп түсіре алмайтын шығармын. Жинағанын бәрін көрсететін боламын, я, балауса, я? Қазір есіктер түсіртеді балауса. Ал жоқ болмайды. Ал мен әкелген заттарым, конфеттер алдым. Дәнектер алдым. Сосын мына жақта да бар. Мына жақта мынандай фри алдым, салатқа қосам. Майонез, горох, сосын редиска, фри, салатқа қосатын заттар. Тәштегілер суға көптеп бүкілі. Майонез алдым, бұл да салатқа. Мынандай краб алдым, бұл да салатқа. Біз кейін мынандай сүт шай ішеміз. Тағы кім ішеді, комментарияға жазып кетіңіздер. Шайға қосып ішеміз, кофеге қосып ішеміз. Макарончик алдық. Қатты жашкөмсін. Жүгері, горох бәрін алдым. Қатты жашкөмсін. Қатты жашкөмсін. Мына жақта сыр алдым. Тәште бәрін алдым, әлі алмаған заттарды ертең және барып алатын боламыз. Ертең кешке болады ғой, аузашар. Кешке дейін және алатын боламыз. Осындай заттар алдым. Мына жақта осындай. Не мынау? Осына батыр. Әдемі қос диван. Жер деген бардақ болады ғой. Жер деген бардақ болады ма? Өзің бардақтайын. Жер деген бардақ. Нет. Ал достар, мына біздің диванымыз негізі осындай.
Нет, арнар тұрады. Біз балалар үйде көп балалы үй болғаннан кейін сыртын қаптап қойғанбыз. Нағыз не деп жатыр, нағыз не деп жатыр. Сол балалы шаға қырық тастамасын деп сыртын қаптап қойғанбыз. Нағыз бір нәрсе деп жатыр әйтеуір. Жоқ, ашуға болмайды. Достар, мен яқта столдың үстін сүртіп жатырмын. Сосын мына дастарханды тазалап сүрту керек. Сосын дастархан төсеймін. Достар, мен яқта мама залды тапсырды жина деп. Мен столды сүрттім. Енді дастарханды сүртіп жатырмын. Қазір мына дастарханның барлығын сүртемін. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің блогымның екінші күні. Көріп тұрғандарыңыздай біз дастархан жасап қойдық. Бүгін бізде ауыз ашар, қазір қонақтарымыз келетін уақыт жақындап қалды. Пісірген нәрселерімді жасаған бәрін көрсете алмадым. Себебі мен үйде бір өзіммін, көмектесетін тек балауса болды. Сосын енем болды. Түсіретін уақыт болмас, шыны керек. Осылай жасаған, дайындап жасап қойғанбыз, түсірейік дедік. Ал нағыз айым, сәлем де. Сәлем. Қазір бұл қызды да өз киімін ауысып шашын жинауға уақыт болмай жатыр, шыны керек. Мен өз қонақтардың келетін уақытта. Иә, қонақтардың келетін уақыт жақын қалды. Мен ана кухняда қамыр жайын деп жатырмын. Бүгінгі біздің дайындығымыз осылай болды. Енді енді қонақтар келген кезде түсіре алмаймын. Себебі уже ят. Ыңғайсыз маған. Оның үстіне қамыр салып, ет асып жатыр. Қамыр салып уақытым болмайды. Сол үшін сіздерге дастарханды осылай бір көрсетіп кетейін дедім. Қызметте балауса. Шаршадым болды деп отыр ол да. Балауса мына жақта сіздерге бір нәрсе көрсетейін дейді әйтеуір. Көріңіздер. Не болады соны? Бұл бола ма? О, күшті шықты ғой. Бетіндегісін тастау керек, қандай? Мыжылып қалған бұл бетіндегісі. Бұлай ішінен көрсін. Жақ тегбешек сияқты қалды, е? Менің анне компьютер. Болды. Енді мен қамыр жайға кеттім. Ал бізде ет асып жатырмыз. Үлкен қазанға асып жатырық, себебі қонақтарымыз көп келеді. Ал мен мына жақта қонақтар келгенше дереу тез қамырымды жайып қойым керек. 3 суала қамыр иледім. Жетеді. Себебі дастарханда да көп толып тұр. Сол себепті артылып қалмасын деп осылай иледім. 3 суала негізі жетеді. Бізде әлі майсоқ салынбаған ғой. Сабыр болып кеттік қой бүгін. Қолымыз тимей, әйтпесе самса істегендерімді, самсамыз өте күшті болып шыққан. Енді өзім подливінде, қамырында бәрін өзім қолдан жасадым. Өте дәмді болған. Ал мен қамыр жайға кірістім. Ал достар, бізде өзіміз деген шай отыр. Қонақтарымдан шығарып салдық. Балауса отыр мына жақта. Ал мына жақта Арнұр отыр. Айымке. Мына жақта Ханшайым жүр. Арқамда Бағжан тұр. Бізде өзіміз деген шай отыр. Қонақтарымыз келіп кетті. Қазір салдық. Енді жақсылап тұр өзіміз шай ішіп алып. Сосын мына жерлерді жинаймыз. Иә, балауса, иә? Балаусаға азында сабақ. Сонда да ұстап отырмын, қазір жинасасың маған деп. Ала ғой. Ханшайым күшті ойнады. Ханшайымның Алдияр деген досы келді, інісі келді. Інісімен күштілеп тұрып ойнады екеуі. Күшті ойнады екеуі. Алдияр екеуінің арасы 1 жас. Абысынымның баласы. Абысын болғанда жеңгеміз болады. Үлкен ағамыздың
немересі бар, Алдияр деген, сонымен ойнады. Күшті болып ойнап, әбден шаршадың ба десек, Айым шаршадың ба? Терлеп кеттің ғой. Терлеп кеттің ба? Алдиярдың келген күшті болды ма? Алдияр саған кім болады? Інің болады, я? Інісі болады. Anne bolsa ağaç var. Bazen bolsa ağaç var. Nerede ağaç var? Баласы әпшесі болады, я? Bolsa apşesi var. Benim de apşesim var. Ал достар, біз қазір осы жердің бәрін түгелді жинап, жуып тазалап аламыз. Айтқандай бізде бүгін су болмады, кранымызда су өшіп қалып, әбден қиналдық судан. Бірақ су әкеп берді бізге. Енді біз қазір мына жердің бәрін жинап, ыдыстарды жуып жатамыз. Сонымен бүгін біздің блогымыз осыменен аяқталды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Пока. Айым пока дейміз. Келесі видеоларда Кездескенше достар. Sağ olun.